Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жасанды интеллектіні сабақта пайдалану, этика және қауіпсіздік. Сабақтың мақсаты жасанды интеллект қолданудағы негізгі этикалық қағидаларын түсіну, оқушы мен мұғалімнің деректерін қорғау жолдарын білу, жасанды интеллектіні жауапкершілікпен пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Жасанды интеллектті пайдалану кезіндегі негізгі қауіптер ол оқушының жеке деректерін жария ету, яғни оқушының жеке деректерін мүлдем жария етуге болмайды. Дайын материалды еш өзгертпей көшіру. Алдыңғы сабақтарда мен сіздерге айтып отырдым, дайын материалдарды негізі бір тексеріп өткеніңіз өте дұрыс болады. Жасанды интеллект ұсынған ақпаратты тексермей қолдану. Яғни ұсынған ақпаратты сіз әрқашанда бір шолып тексеріп өтуіңіз керек. Этикалық қағидалар. Жасанды интеллект тек көмекші құрал. Шешімді мұғалім қабылдайды. Сондықтан шатаспаңыздар. Жасанды интеллект сізге тек қана көмектеседі. Ал қалған осыны сіз пайдаланасыз ба, пайдаланбайсыз ба, ол сіздің қолыңызда. Дайын жоспарды міндетті түрде түзетіп, бейімдеу қажет. Оқушыларға жасанды интеллектіні дайын жауап беруші емес, оқуға көмекші ретінде түсіндіру керек. Яғни енді алдыңғы жылдарға біз егер көз жүгіртетін болсақ, калькулятор шыққан кезде біз калькуляторды мысалы қалай пайдаландық? Калькуляторды біз оқуға көмекші құрал ретінде пайдаландық, сол емес пе? Дәл сол сияқты жасанды интеллектте ол дайын жауапты бермейді, ол тек қана оқуға көмектеседі. Осыны естен шығармаңыздар. Қауіпсіздік ережелері. Оқушының аты жөні, сыныбы сияқты деректерді енгізбеңіз. Сенімді емес дерек көзден алынған мәліметті қолданбаңыз. Жасанды интеллект берген ақпаратты мұғалім әрқашан тексеріп, нақтылап алуы қажет. Жасанды интеллектті қате қолдануға бір мысал. 7-ші сынып оқушысы Айгүлге арналған жеке бағалау жоспарын жаса. Яғни бұл жерде сіз өзіңіздің сыныбыңыздың оқушысы туралы мәліметті сіз жасанды интеллектке беріп тұрсыз. Олай беруге болмайды. Дұрыс қолдану мысалы ол 7-ші сыныпқа арналған жалпы бағалау жоспарын жаса. Қорытынды. Жасанды интеллект мұғалім еңбегін жеңілдететін құрал. Дұрыс қолданса тиімді әрі қауіпсіз. Этикалық және құқықтық нормаларды сақтау мұғалімнің басты міндеті. Енді сіздерге үйде орындау үшін практикалық мысал. Практикалық тапсырма. Өз пәніңізден бір тақырып алыңыз. Жасанды интеллектке тапсырма құрастырыңыз. Тапсырманы тексеріп, қай жерін толықтыру қажет екенін жазыңыз. Яғни өз пәніңізден бір тақырып аласыз. Мысалы мен математика пәнінен дейін, математика пәнінен мысалы рационал сандар дейін. Осы рационал сандарға мен жасанды интеллектке айтам. Рационал сандар бойынша маған мысалы 3 деңгейлі тапсырма құрастырып бер. Бірінші деңгейі жеңіл, екінші деңгейі орташа, үшінші деңгейі күрделі деп. Сол кезде маған жасанды интеллект осы рационал сандар бойынша 3 тапсырма дайындап береді. Ал егер мысалы айтатын болсам, тағы да қосымша жаңағы әр деңгейде мысалы 5 есептен болсын десем, онда жасанды интеллект маған әр деңгейден 5 есеп дайындап береді, сонда жалпы менде 15 есеп болады. Сонан кейін сол жаңағы алған тапсырманы өзіңіз тексеріңіз. Қай жерде толықтыру қажет болса, соны жасанды интеллектке жазасыз. Мысалы, мына жерде толықтыру керек, мына жерде мысалы мынандай жетіспей жатыр деп жасанды интеллект сізге қайтадан бәрін дұрыстап, анықтап, жазып береді. Олай болса, құрметті ұстаздар, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.